Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады: айналым, бастама, басылым, орта есеппен, үкім, асу, жүгіну, азаптау, азап, үкім. Сөздердің тізімін орыс тіліне тыңдаңыздар. Обращение денежное. Инициатива. Издание. В среднем. Распоряжение. Перевал. Обращение к кому-либо. Пытать, мучить. Пытка. Приговор. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамда жазамын. Тыңдап тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын, тыңдаңыздар. Параллель әлем ертегі. Жерден алыс Альфа Центавра шоқ жұлдызда тіршілік бар планета орналасқан. Ол Плуг деген аталды. Плуг планетасы жерге өте ұқсас. Онда да гуманоидтар мекендейді. Жерге Плуг планетасынан кез келген ақпарат келді. Планетаның гуманоидтары өздерінің экономикасын ұйымдастырды. Олар экономикалық мәселелерін қалай шешеді? Зерттеушілер жерге жеткен ақпаратынан осы Плуг планетасындағы ахуалын баяндамада сипаттап берді. Келесі баяндамасының бөлігіне назар аударғаныңыздан кейін Плуг планетасын жерге салыстырып көріңіздер. Заң бойынша Плуг планетаның ақша айналымын реттеумен орталық банк айналысады. Ақша айналымы бұзылып кеткендіктен үкімет бастамасымен орталық банктың басқарушысы ауыстырылды. Бұл туралы мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланды. Бір атақты басылым осы лауазымды ауыстырумен арналған мақаланы басып шығарды. Анықтама: орта есеппен басылым жыл сайын оның газеттінің 1 миллионнан астам данасын сатады. Сондықтан халық оған сенуде. Қарсы болған жағдайда халық қатты қарсылық көрсете алады. Үкімет халықтан қорқуда. Орталық банктың басқарушысы президенттің нұсқауымен ауыстырылды. Президенттің үкімі басылымның газетінде басып шығарылды. Президент ұлтына жүгініп берді. Ол халық оны қолдау деп қалағысы келді. Соңында бұл барлық мәселе сотқа жіберілді. Басқарушы өзінің жеке пайдасына лауазымды қылмысын жасады. Ол жемқорлыққа кінәлі табылды. Сот банктың басқарушысына лауазымды қылмысын жасағаны үшін 2 жыл түрмедегі мерзіміне үкімін берді. Басқарушы түрмеден қорқып кетті. Ол түрмеге барғысы келмеді. Әйтеуір, оның өмірі қауіпсіз жағдайда. Түрмеде азап жоқ. Адамдарды азаптауға болмайды. 2 жылдан кейін басқарушы түзеліп бостандыққа шықты. Ертегінің соңы. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын тырысайық. Орыс тіліне мәтінді оқимын, тыңдаңыздар. Сказка о параллельном мире. Далеко от Земли,
В созвездии Альфа Центавра расположена планета, на которой есть жизнь. Ее назвали Плуг. Планета Плуг очень похожа на Землю. Там тоже обитают гуманоиды. На Землю поступила разная информация с планеты Плуг. Гуманоиды планеты организовали свою экономику. Как же они решают свои экономические проблемы? Исследователи, основываясь на информации, полученной на Земле, описали в докладе положение на планете Плуг. Ознакомившись с информацией в отдельной части доклада, попробуйте сравнить планету Плуг с Землей. Согласно закону, регулированием денежного обращения планеты Плуг занимается Центральный банк. Поскольку денежное обращение нарушилось, по инициативе правительства руководитель Центрального банка был заменен. Об этом было объявлено через государственные средства массовой информации. Одно известное издание опубликовало статью, посвященную этой должностной замене. Справка. В среднем издание ежегодно продает более миллиона экземпляров своей газеты, поэтому народ ему доверяет. В случае несогласия народ может оказать сильное сопротивление. Правительство боится народа. Руководитель Центрального банка был заменен по указанию президента. Указ президента был опубликован в газете этого издания. Президент обратился к нации. Он хотел, чтобы народ его поддержал. В конце концов, весь этот вопрос был передан в суд. Руководитель совершил должностное преступление в личных корыстных целях. Он был признан виновным в коррупции. Суд приговорил руководителя банка к 2 годам тюремного заключения за совершенное им должностное преступление. Руководитель очень испугался тюрьмы. Он не хотел идти в тюрьму. Впрочем, его жизнь находится в безопасности. В тюрьме нет пыток. Людей пытать нельзя. Через 2 года руководитель исправился и вышел на свободу. Конец сказки.